Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Бүгін біз ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай Наурыз көже дайындап жатырмыз. Яғни Наурыз көжеміз 7 түрлі дәннен тұрады. Яғни олар жүгері, ноқат, перловка, бидай, күріш, ловия және тары. Яғни қыстан қалған сыбағамызды алып, қазы қартамызды, жал-жаямызды асатын боламыз. Айта кететін жайт, мен мына дәндердің барлығын бір түн суға салып қойдым, яғни жұмсару үшін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай етіміз қайнап шықты. Бір қайнағаннан кейін бұның үстіне енді ловиямызды, ноқатымызды және жүгерімізді салып жібереміз. Яғни олар ұзақ пісетін болғандықтан етпен бірдей қайнатамыз. Міне етіміз де пісті, етіміз де сүзіп алдық. Енді ноқаттарымды тексеріп жатырмын, яғни пісті ма, піспеді ма. Яғни піскен болса, бұның үстіне перловкамыз бен бидайымызды салып жібереміз. Достар, бүгін менің жасап жатқан Наурыз көжем сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біз енді тез пісетін тары мен күрішімізді салып жібереміз. Бұларды да міндетті түрде қайнатып аламыз. Яғни Наурыз көжеге тоқтала кетсем, Наурыз көже түрік халқының ұлттық тағамдарының бірі болып есептелінеді. Яғни Наурыз айында Наурыз көжені тойып ішкен адам жылы 12 ай толықшылықта, молшылықта болады деп есептеледі негізі. Наурыз көжеміз пісіп жатыр. Бұның үстіне міндетті түрде тұзын көріп тұз сал, оның үстіне міндетті осылай лапшамызды саламыз. Енді лапшамыз өте тез піседі. Қарап отырсаңыз, Наурыз көжеге қосылатын 7 түрлі дәннің өзіндік бір белгісі бар. Кемеңгерлік, сәттілік, байлық әкеледі деген. Міне енді қыстан қалған сүрленген етті алып, осылай жақсылап тураймыз. Турап Наурыз көжемізге салатын боламыз. Енді Наурыз көженің үстіне көңіліміз ақ болсын деген ниетпен айран құятын боламыз. Сөйтіп осылай Наурыз көжемізіне айранымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгінгі жасаған Наурыз көжеміз дайын болды. Сіз де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мына ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз мейрамы құтты болсын. Әр шаңырақ тек бақыт пен шаттыққа толсын. Барлықтарыңызға ас болсын.